Армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қызымыз екеуміз шарлотка деген пирогты жасаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, разрыхлитель, сүт, қант, алма және май керек. Қазір міне бастаймыз. Ең бірінші біз қантты, майды, жұмыртқаны блендермен бір езіп аламыз. Одан кейін оған сүт қосамыз. Одан кейін оған ұн және разрыхлитель қосамыз. Айтпақшы, мына жерде мен ұнды ұмытып кетіппін. Ұн мен разрыхлительді бөлек алып жаңағы қоспаға қосамыз. Қараңыз. Қараңыздар, біздің қоспамыз дайын болды. Сұйықтығын қараңыздар. Міне, алманы да турап біттік. Енді осы екеуін бір-біріне қосып араластырамыз. Одан кейін 180 градусқа қойып пешке пісіреміз. Жарты сағат немесе 20 минут.